Тұздың қасиеті. Қазақ үшін кәдімгі тұздың қаншалықты қастерлі екенін ежіктеп айтып жатудан аулақпыз. Дастархан жайылса, наннан кейінгі іздейтініміз тұз. Өйткені онсыз кез келген тамақтың дәмсіз болатынын жақсы білеміз. Сол тұздың құрметі болар, дәмдес, тұздас болған едік, деп қимас құрдас замандастарды іздеп барған келгенден сәлем айтып жатамыз. Сонымен қатар жақын араласқан адамнан көңіліміз қалғанда дәм тұзым ұрсын дегенді де айтатын өзіміз. Тұзға қиянат жасау келешекке кесір боларын, соңы жақсылықпен апармайтынын көне көз қарттар талай ескертіп айтып жүр, бірақ жасыратыны жоқ, оны ескеріп жүрген ұрпақ шамалы. Әлқисса, әрбір үлкен қала өз алдына шағын бір мемлекет болған заманда бір патша халқын әділ басқаруға барын салыпты. Жатса да, тұрса да ойлайтыны елдің қамы екен. Сондықтан болар қылмыс азайып, молшылық заман орнапты. Мен тірі тұрғанда ешкім нақақтан жылап, зұлымдық көрмейді дейтін патшаның өзі де айтар сөзі мен істер амалына өте мұқият қарайды екен. Күндердің күнінде таңертең уәзір келіп, түнде қазынаға ұры түскенін хабарлайды. Қаян тұрған екен мұндайға тәуекелі жеткен, деп патша дереу оқиға болған жерге жетіп барады. Байқап қараса, ұры қойманың астын үңгіп жасалған жер асты жолымен келгені көрініп тұр. Сондағы патшаның аң-таң болып қайран қалғаны, ұры қазынадағы алтындарды қаптарға салып толтырып қойғандығы болмаса, еш нәрсеге тиіспей, еш нәрсе алмағандығы. Қазынашы да бірден тексеру жүргізіп, қазынадағы бар жоқты түгендеп болған соң патшаға қазынадан бір тиын да ұрланбаған деп нәтижесін баяндайды. Әлдекім кедергі болды деу қисынға келмейтіндігіне көзі жеткен патша, осынша еңбектеніп, жер астын қазып келген ұры қалайша құр қайтады, себебі не? Деп сұраулы жүзбен нөкерлеріне қараса, олар білмедік деген сыңай танытып, иықтарын қошитады. Патша сол күні ақ, бұл істі кім істеген болса да кешірім беріледі, бірақ ол неліктен еш нәрсе алмағанын айтуы шарт, деп бұйрық шығарып, жан-жаққа жар салдырады. Арада 3 күн өткенде патша құзырына бір жігіт келеді. Оның әдебі мен батылдығына кім де болса сүйсінгендей еді. Тақсыр, айыбымды кешіңіз, қателестім, мойындаймын, депті келген жігіт басын иіп. Кештім, дейді сонда патша да сөзінде тұрып. Қазынаңызға қол салмақ болған мен едім. Бұған мұқтаждық мәжбүр етті. Бірақ мен ұры емеспін, саудагермін. Бар мал-мүлкімді қарақшылар тонап, осы күйге түстім. Басқа кәсібім жоқ, сауданы жалғастырар қаржым тағы жоқ. Қазынадан ұрлап жасау мақсатында жер астынан жол қаздым. Қоймадағы алтындарды қаптарға салып, енді әкетпек болғанымда бір аппақ зат көзіме түсті. Не екен? Деп иіскеп аузыма салып едім, тұз екен. Тез есімді жинадым. Тұзын татқан жерге қиянат қылма, түбі оңбайсың деген сөзді әкем көп айтатын, содан қорықтым. Райымнан сол мезетте қайтып, сіздің мол қазынаңыздан бір теңге де алмай кеткен себебім сол. Осыдан кейін сарайда мүлгіген тыныштық орнайды. Жігіттен көз алмай тыңдаған патша біразға дейін үндемеді. Уәзірлердің бәрі не айтар екен деп оның аузына қарап тағатсыздана күтіп отырды. Бір кезде үнсіздікті бұзған патша: «Ей, уәзірлерім, бұл жігіт бір рет дәмін көрген тұзы үшін патшалыққа адалдығын көрсетті. Бүгіннен бастап мен оны өзімнің ұлым, әрі тақ мұрагерім деп жариялаймын. Осы сарайдағы дастарханнан дәм тұстатқан талайлардан көп қиянат көрдім. Достарымның да ешқайсысы маған мына жігіттей опалы болған емес. Сендер де осы ұлымнан үйреніңдер», деп орнынан тұрған екен. Мақсат Ысқақов.